Алмаз Нұрланқызы, 7М01503 информатика білім беру бағдарламасы бойынша магистрлік диссертацияны қорғадым. Практикалық бөлімде 2 мобильді қосымша жасалды. Бірінші админ оқытушыға, екінші қолданушы оқушыға. Админ оқытушыда тіл таңдау мүмкіндігі бар. Қазақ тілі, орыс тілі, ағылшынша. Және де мұғалім өзі категорияны тақырып, бөлім бойынша категория тақырыбын қосады. Сосын суретті таңдайды да сақтауды басады. Және де дайын қосымшаны көрсететін болсам, бұл жерде негізгі мектеп болғасын 5-9 сыныптар оқушыларына арналған мобильді қосымша жасалды. Бұнда 5 сынып информатика оқулығындағы Алматы кітап баспасындағы жаңағы бөлімдер бойынша мәліметтерден тест базасы құрылды. Бірінші бөлімде мысалы 10 сұрақтан 4 жауаптан белгіленеді. Және де екінші қосымша ол оқушы, қолданушы мобильді қосымшасы. Оған өзінің жаңағы почтасын енгізеді оқушы. Енгізгеннен кейін қазір енгізеді. Және де құпия сөзін енгізеді. Ең басында негізі тіркеледі. Жаңағы мен тіркелген дайын нұсқасын көрсетейін. Және де құпия сөзін ұмытқан болса, құпия сөзді ұмыттыңыз ба деген батырманы басады да өзінің почтасын жазады. Және де ссылканы жіберу деген батырманы басады. Ол ссылка өзінің жасалынып тұрған, қазір жұмыс жасап тұрған почтасына келеді. Соны ссылканы басу арқылы паролін өзгертеді. Құпия сөзін өзгертіп алады. Және де кіруді басамыз. Қазір міне мобильді қосымшаның бастапқы бетінде тесттен өту үшін категорияны таңдайды оқушы. Меню бетінде менің профилім, яғни өзінің аты жөнін сақтайды, өзгерте алады кез келген уақытта. Және де оқушының өзінің өткен тесті осында сақталынады. Және де нәтижесін бірден көре алады. Кейін және де тіл таңдау мүмкіндігі бар. Қосымша туралы ақпарат бар. Және де жаңа категорияны таңдау арқылы тест өтеді. Мысалы, бірінші сынып информатика 5-ші сынып, бірінші бөлім ақпаратты ұсыну бойынша тестті өтеді. Сосын мобильді қосымшаның бір артықшылығы ол жасыл түс бірден жанады, және де қызыл түс. Бұл дегеніміз қызыл түспен дұрыс емес, ал жасыл түспен дұрыс вариант нұсқасы көрсетіледі. Және де 10 минут уақыт беріледі. Бұны деген шектеусіз қоя алады. Мұғалім өзінің қалауы бойынша сұрақ саны мен минут санын өзгерте алады. Және де минут санын кез келген уақытта кіріп өзгертуіне болады. Сұрақ санында сұрақтың мәліметтің базасында кез келген уақытта барып өзгерте алады. Және нәтижесін бірден көре алады.